өзінен 14 жас үлкен әйелмен жүрді. Үшінші түрік миллионерінің қызы, төртінші француз моделі, соңында макияж суретшісіне үйленді. Ол жанжалшыл, эмоционалды, ережелерге қарсы шығады. Енді осының бәрін ретімен баяндайтын боламыз. Қазақша каналымды қолдап, подписаться бастырмасын басып, жазылып қоюды ұмытпаңыз. Актердің айтуынша ол даңққа қатты байланбаған. Кез келген уақытта актерлық мансабын аяқтай алады. Өйткені ол тек бір қызмет саласымен шектелгісі келмейді. Кванч өзіне ұнайтын нәрсемен айналысып, өмірдің рахатын сезініп өмір сүруге тырысады. Сондықтан ол үнемі жаңа қызығушылықтар табады. Болашақ актер 1983 жылы Адана қаласында екі ағасы мен әпкесі Мелисамен бірге тәрбиеленген көп балалы отбасында дүниеге келген. Оның отбасында әкесі жағынан Косово албандары мен босниялықтар, ал анасы жағынан түріктер болған. Кванч отбасы бір ғасырдан астам уақыт бойы басқаруы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан наубайханаға иелік етеді. Бала кезінде Кванч басты қызығушылығы оның спорт болды. Ол күтпеген жерден кәсіби мансапымен қоштасты. Өйткені ол жас жігіттің үлкен спортта қалуына жол бермейтін ауыр тізе жарақатын алды. Актер Стамбул университетіне дизайн факультетіне оқуға түсті. Ұлын жаңа сала қанағаттандырмағанын көріп, анасы жас жігітке модельдеуде өз бақытын сынап көруге кеңес берді. Актер 2013 жылы Мәдениет университетін бітіріп, жоғары білім алды. Анасының сөзіне құлақ асқан ол модельдеу агенттігінде курстардан өтіп подиумға шыға бастады. Табысқа жетуіне 187 сантиметр ұзын бойы ықпал етті. Көп ұзамай атақты дизайнерлер мен бренд өкілдері жігітпен ынтымақтастық орнатқысы келді. 2001 жылы актер Түркияның үздік моделі байқауының жеңімпазы атанды. Ал бір жылдан кейін Францияда өткен байқауда әлемнің үздік моделі атағын жеңіп алды. Мұндай мойындау жас манекеншіге жаңа есіктер ашты. Бірақ айқын жетістіктерге қарамастан жігіт модельдеуде ұзақ уақыт болуды жоспарламады. Өйткені ол осы мамандықтағы мансаптың қысқа мерзімділігін түсінді. Кванч актерлік курстарда оқи бастады. Актердің экрандағы өмірбаяны 2005 жылы оның қатысуымен Күміс сериясы шыққан кезде басталды. Онда ол өзінің алғашқы басты рөлі Мехметті ойнады. Көп ұзамай басқа ұсыныстар пайда болды. Кинода Менекше және Халил және Эзель сияқты жобалар пайда болды. Бірақ танымалдылық жас актерға тыйым салынған махаббат мелодрамасы шыққан кейін келді. Оның шын жүректен шыққан Бехлюл ойыны Алтын Кокон фестивалінің сыйлығымен марапатталды. Кванчтың серіктесі түрік киносының жұлдызы Бейрен Саат